Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздерге to be глаголын түсіндіреміз, жалғастырамыз. Сөйлемде to be глагол бар ма жоқ екенін білу үшін бір әдісі бар оның. Жалпы to be глагол дегеніміз нені білдіреді? Ол болып табылады және болу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, бұл алма тәтті. Аударған кезде this is apple is sweet. Бұл алма тәтті болып табылады. Неге біз ойлау мүмкінбіз? Неге тікелей this apple sweet деп айта салмаймыз? Неге is'ді қолданамыз? Енді бұл жерде is'ді қалай бар ма жоқ па білу үшін оны біз өткен шаққа келтіреміз. Жалпы еш нәрсені аудару қажет жоқ. Қарапайым осы қазақ сөйлемді бұл алма тәттіні өткен шаққа келтіреміз. Яғни өткен шаққа келтірген кезде бұл алма тәтті болған деп аударылады. Болған деген мағына, болған деген ол to be глагол. Сол себепті осы өткен шаққа аудару арқылы бұл to be глаголды анықтаймыз. Яғни сол себепті мына is'ді қоямыз. Енді өткен шақта ол this apple was sweet деп аударылады. Was деген is'дің өткен шағы. Жалпы тесттерде соны байқауға болады. Енді is қою керек пе, қою керек емес пе деген кезде осы әдісті қолдануға болады. Енді келесі сілтеу есімдігі ол this деген ол жақын орналасқан заттарды айтады. This деген ол алыс жатқан, көпше түрін айтады. That деген алыс жатқан заттарды айтады. Those деген ол көпше түрін айтады осының. Енді қарастыратын болсақ, this is an apple. Бұл алма. Бұл алма болып табылады енді ол тікелей аударған кезде. Енді көпше түрі these are apples. Енді бұлар алмалар. Енді қарайтын болсаңыздар, бұл жерде артикл бар. Көрдіңіздер? Жекеше түрде артикл бар, ал көпше түрде артикл жоқ. Көпше түрде артикл қою міндетті емес. Мына жерде n деген артикл бар. Оның қою себебі мына жерде анықталмаған артикл деп есептеледі. Дауысты дыбыстан басталғаннан кейін сөз. Соның алдына n деген қойылады. Егер дауыссыз дыбыстан басталатын болса, ол қойылады. Екінші мысалда this is a computer. Бұл компьютер болып табылады. Тікелей аударған кезде this is a computer, бұл компьютер. Көпше түрінде бұл жерде қойылмайды. Енді бұл жерде енді қазір біз үйренеміз қалай сұрақ белгісін қоямыз. This apple is green. Бұл алма жасыл болып табылады. Енді бұл алма жасыл. Енді бұл алма жасыл ма деп сұрақ қою үшін is'ді аламыз да алдыға шығарып жібереміз. Is'ді this'тің алдына шығарып жібереміз. Is this apple green? Бұл алма жасыл ма? Енді келесі нұсқасы ол this is a green apple. Айырмашылығы бірінші сөйлемде бұл алма жасыл деп айтып тұрса, екінші сөйлемде бұл жасыл алма деп тұр. This is a green apple. Енді сұрақ қою үшін бұл жасыл алма ма деп сұрақ қою үшін әрине бұл екеуінің ортақ заты бар. Мысалы is деп әрқашанда алдыға шығарып жібереміз. Сосын this деп жазамыз. Is this a green apple деп. Айырмашылықты көрдіңдер ме? Егер a green apple деп айтсаңыздар, ал жасыл алма ма деп сұрақ қойыпсыздар. Егер is this apple green, бұл алма жасыл ма деп сұрақ қойып тұрсыздар. Енді бұл жерде болымсыз отрицательный дейді ғой. Сондай сөйлем жасау үшін not'ты жалғай саламыз. Осы to be глаголға to be етістікке is not. Мына жерде әрқашан бірге тұрады. This apple is not green. Бұл алма жасыл емес. This is not a green apple. Бұл жасыл алма емес. Not'ты алдыға шығарып жүрмеңдер дағы. Ол дұрыс емес. Енді бұл жерде өздеріңіз оқи саласыздар. Енді сіздерге бір тапсырма. Мына жерде мына астта тұрған this house is new, this is a new house. Мысалы this house is new деп тұрса, мына жерде келесі вариантқа көшіп аласыз. Мысалы бұл жаңа пәтер. Ана жерде бұл пәтер жаңа деп тұр. Осы екінші нұсқасына ауыстырып аласыз. Сосын мына жердегі this apple is sweet деп тұр ғой. Сосын оны сұралу сөйлемге кетіресіз. Сосын отрицательный сөйлемге кетіресіздер. Енді келесі нұсқасында сол солай кетіре бересіздер. Бұл сіздерге егерде шынықтырғыларың келсе, енді көресіздер осыны. Енді келесі түрі, мына жерде біз сұрақтарды қарастырамыз. Базовый сұрақтар, негіз сұрақтар, олар қайда, where, не, кім деген сұрақтар.
Жалпы енді бұл сұрақтар қалай қою үшін мен бірінші бас кезде жалпы сөйлем құруға болады. Мысалы I am at school дейді. I am at school. I am at school. I am at school. Енді бұл сөзді мен мектептемін деп тұрды. Егер мен мектептемін бе деп сұрақ қою үшін ең бірінші am деген to be глаголды алдыға шығарып жібереміз. Сосын I етеміз. Am I at school? School дегенді мағынаны біледі. Осылай істеуге болады. Осылай көрдіңіздер ме? Мен мектептемін бе деп сұрақ қояды. Енді егер де біз енді сұрақ қоятын болсақ, сен қайдасың? Мен қайдамын деп сұрақ қою үшін where am I? Where деп естерінде болсыңдар. Сұраулы сөйлем әрқашанда бірінші болып тұрады. Осы аламыз да мынаны. Осыны аламыз да былай алдына қоя саламыз, болды. Қоса саламыз. Енді мынаны аламыз да енді мен қайдамын деген кезде мынау керек емес. Сұрап тұрмыз ғой біз мен қайдамын деп. Жалпы мына жерде YouTube қою керек, негізі түсінікті болсын мысалы. Жалпы жарайды, мен қателестім мына жерде. Енді you депсең, сен қайда, мен мысалы сен you are at school, то есть at school деп жазайық. Сен мектептесің. Енді сұрақ қою үшін мысалы сен мектептесің ба деп сұрақ қою үшін are you at school? Are you at school? Енді қарапайым сұраулы сөйлем құрадық. Енді сен қайдасың деп сұрақ қою үшін where дегенді аламыз да, копировать етеміз да. Аламыз да, қоя саламыз, болды. Сен қайдасың? Анау керек емес. Where are you деп, сен қайдасың деп сұрақ қояды. Енді дұрыс сұрақ білу үшін мысалы, сен қайда болдың? Мен енді өткен шатты қарасам қой, бір осы шақты қарасып отырмыз, кейін үйренеміз. Енді мына жерде келесі жолы this is an apple. Бұл алма. This is an apple. An apple. Мына жерде енді сұраулы сөйлем құру үшін is'ді алдыға шығарып жібереміз. Is this an apple? Бұл алма ма? Енді сұрақ қою үшін бұл не деп сұрақ қою үшін жай ғана what'ты аламыз да, міне қоса саламыз. Is this, what is this? Міне болды. Осы қана жалпы бірінші жай сұраулы сөйлем келтіреміз да, сосын аламыз да, керек сұрақты аламыз да, қоса саламыз, болды. Ең бірінші бұл жерде де мысалы this is my friend дейтін. This is my friend. Бұл менің досым. Енді сұрақ қою үшін мына is'ді аламыз да алдыға шығарып жібереміз this'тің алдына. Сосын is this my friend деп сұрақ қоямыз. Is this my friend? Бұл менің досым ба? Енді кім бұл деп сұрақ қойған кезде who is this деп сұрақ қоямыз. Енді мына жерде цифрды қойып себебім реттік номер қатарлы реті. Бірінші жалпы есімдік, сосын ары қарай to be глагол, to be етістік жалпы мекені қойылады басқа. Енді қойған кезде мына жерде 0 деп белгілеу себебім бұл жерде сұраулы сөйлем болмағаннан кейін, содан кейін жаңадан пайда болған сөз болғаннан кейін 0 деп белгіледім. Екінші орында тұратын қала береді, ал бір керісінше ағаштыққа кетіп қалады. Жалпы ондай қиын емес деп ойлаймын. Келесі сұрақтар ол what и whose деген. What деген ол не, қандай деп мағына береді, whose деген кімдікі. What car is this? Қандай машина деп сұрақ қойып тұр. Whose car is this? Бұл кімнің машинасы. What city is this? Бұл қай қала деп сұрап тұр. Ол this is Астана. Енді what мен who'ның айырмашылығы мына жерде қарауға болады. What is this girl деп сұрақ қоятын болсақ, бұл жалпы бұл қыздың мамандығы не деп сұрақ қойып тұрмыз да. She is a teacher. Егер who деп қоятын болсақ, who is this girl? Бұл жерде кім болып саған келеді деп сұрақ қойып тұрмыз да. She is my sister дейміз. Мына жердегі жалпы көңіл аудара кетейік. Мына жерде бірінші сұрақ қойылады, сосын to be глагол, сосын барып арға кейінгі мүшелері қойылады. Is алдыға кетіп қалады,
сосын уотты жалғай саламыз сұрау сөйлем құраған кезде. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бұнымен бірінші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда жүздескенше рахмет.